Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді хит торттардың бірі вупипай тортының цифр түрінде жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындауға кірісеміз. Бізге қажетті заттар жұмыртқа және де қант, сары май, шоколад және де разрыхитель какао керек болады. Ең бірінші жұмыртқамызды миксердің ең төменгі жылдамдығымен миксерлейміз. Жұмыртқамыз көпіргенше сары майымыз бен шоколадымызды судың буында ертіп аламыз. Жұмыртқамыз миксерленіп болған соң үстінен қантымызды 2 бөлікке салып, ағарғанша араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымыз толығымен араласып болған соң, еріген шоколадымыз бен сары майымызды үстінен құятын боламыз. Тағы да біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Ендігі кезекте ұнымыздың үстіне какаоымыз бен қопсытқышымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Құрғақ қоспаларымызды 2-3 бөлікке салып, елеуіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Ұнымызды бірден салуға болмайды, онда біздің қоржықтарымыз көтерілмей қалатын болады. Міне біздің қоржығымыздың қоспасы дайын болды. Не қою емес, не сұйық емес болу керек. Ендігі кезекте қоржықтарымызды пісіруге кірісеміз. Пергамент қағазымызды аламыз. Мен ылғида пергамент қағаздың поклан деген түрін қолданатын боламын. Қағазымызға дайын цифрымызды қойып, үстінен бастырып алатын боламыз. Осындай дайын цифрларды кондитерлік дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте кондитерлік мешокқа жаңағы қоржығымыздың тестасын құйып аламыз. Кондитерлік мешогымыздың басын қайшымен кесіп алып, жаңағы сызып алған цифрымыздың үстінен бастырып шығатын боламыз. Болған қоржықтарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте қоржықтарымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Салқын сливкемізді алып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз.
Сливкиіміз қоюлана бастаған кезде үстінен сахарный пудрамызды салатын боламыз. Креміміз қоюланып дайын болды. Енді коржиктарымызды жинауға кірісетін боламыз. Кремімізді кондитерлік мешокқа өзіңіздің қалаған насадкаңызды салып, кремімізді үстіне құйып, коржиктарымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Торттарымызды жинап болған соң бетіне оформление өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен үйдегі өзімнің бар заттарыммен бетін әсемдедім. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.